Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін математика сабағының 8-ші сабағын бастаймыз. Ең алдымен бізге тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Ал біз бастаймыз. Суретте қай заттар төрт-төрттен берілген? Неше сөзін пайдаланып, сұрақ құрастыр. Балалар, ең бірінші төрт-төрттен бізде ұлдар мен қыздар берілген. Және қарасақ, балалар 4 асық тұр суретте, және мына жақта 2 көлік бар, мына жақта тағы да 2 көлік бар, демек 4 көлік бар балалар. Енді қыздардың қолдарында әрқайсында бір қуыршақтан бар, демек 4-4-тен қуыршағы бар. Және де мына жерде жандарында ыдыстар тұр, 4 ыдыс бар балалар. Қараңдаршы, енді неше сөзін пайдаланып сұрақ қойыңдар дейді. Суретте неше көлік бар, суретте неше ұл бала бар, суретте неше қыз бала бар, немесе суретте неше асық бар, суретте неше ыдыс бар, суретте неше қуыршақ бар деп сұрақ қоюға болады. Келесі есепке өтейік. Екінші есеп: асықтарды сана, сандарды сан сәулесінде көрсет, оларды салыстыр. Балалар, бізге ең алдымен бірінші салыстыруды үйретейін. Жасыл асық тұр бізде, жасыл асық және күлгін асықтар тұр. Жасыл асықтан 4-теу, күлгін асықтан 3-еу. Демек 4 3-тен үлкен деген белгіні қоямыз. Келесі бірінші 3 жазамыз, одан кейін 4-ті жазамыз. 4 саны 3 саны 4 саннан кіші дегенді білдіреді. Енді сан сәулесі дегенді көрсетейін болар. Осындай үлкен ұзын стрелочка болады. Осы стрелочканың астында 0, 1, 2, 3, 4 деп жалғасып кете береді. Осыны біз сан сәулесі дейміз балалар. Келесі, есіңде сақта. Бұл 4-тің құрамы. 4 бізде 1 және 3 сандардан тұрады. 2 және 2 сандардан тұрады. 3 және 1 сандардан тұрады. Демек, 1-ге 3-ті қоссақ 4, 2-ге 2-ні қоссақ 4, 3-ге 1-ті қоссақ 4 екен балалар. Түсінікті болса, келесі есепке өтейік. Үшінші есеп: 4 санының құрамын айт, мысалдар құрастыр. Балалар, ең бірінші суретте жасыл 3 асық тұр және 1 сары асық тұр. 3 қосу 1, демек тең 4 асық бар. Келесі суретте 2 көк қуыршақ және 2 қызыл қуыршақ бар. Демек 2 қосу 2 тең 4 болады балалар. Астындағы суретте 3 көк көбек және 1 қызыл көбек берілген. Демек 3 қосу 1 тең 4 болады. Бұл есептерді бірге шығарайық балалар. 1 қосу 3 тең, дұрыс айтасыңдар, 4. 4 азайту 3 тең 1 болады. 4 азайту 1 тең 3 болады. Жанындағы есеп балалар 2 қызыл және 2 көк квадраттар тұр, балалар, 4 бұрыштар. Енді оларды 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады деген сөз. Астындағы есептерді бірге шығарайық. 2 қосу 2 тең 4. 4-тен 2-ні аламыз. Әрине, ол 2 болады. Дұрыс балалар. Енді 4-тің құрамын қарайықшы. 4-тің құрамында 3 қызыл шариктар берілген, және 1 көк шарик берілген. Демек, 3 қосу 1 4 болады. 2 қосу 2 4 болады. Және 1-ге 3-ті қоссаң 4 болады. Егер түсінікті болса, келесі есепке көшейік. 4-ші есеп: балалардың қалай есептегенін айт дейді балалар. Бұл жерде 2 деген санды 1 қосу 1 деп 2-ның құрамын алуға болады. Екіншісі 4 азайту 2 дейді. Бұл жерде де 4 азайту 2-ні 4 азайту 1 және азайту 1 деп алсақ болады. Астыңғы суретте балалар 1, 2, 3, 4 деп бір санға еселеніп көбейіп жатыр. Ал жанындағы суретте балалар керісінше 4, 3, 2, 1 деп бір-бірден азайтып тастап отырған кезде керісінше кеміп отырады екен. Демек, балалар 1 қосу 3 деген санды 1-ді өз-өзіне 3 рет қосуға болады. Сол кезде 3 саны шығады. Немесе керісінше 4 азайту 3, 3 санын тағы да 3 рет 1-1-1 деп азайтуға болады балалар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, бізге тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Сау болыңдар.